Апасы. Ассалаумалейкум достар, бүгін 13 қыркүйек. Өзімен күрес жобасы аясында әр күні 15 минуттық экономикадан сабақ болады. Келіңіздер, Алматы қаласының тұрғындарына үлкен мүмкіндік. Тегін елдер 2 миллион 3 миллион теңгеге төлеп оқитын сабақты тегін әрі таңғы уақыт, мидың тыны уақытында келіп алсаңыздар болады. Бүгін Мақсат Халық мырзаның сабағы, кезекті сабағы. Келіңіздер, көріңіздер. Және келуге мүмкіндігі жоқ кісілер осы видеоны толықтап қарап, жазып отырып білім алсаңыздар болады. Ал кеттік. Не туралы болмақ? Бүгін кешегі сабақтың жалғасы деп айтсақ болады, кәсіпкерлік негіздері болатын, соның ішінде венчурлық бизнес тақырыбын жалғастырып. Қош келдік. Ал бастайық. Ал құрметті тыңдаушылар, саудаға сабағымызды бастаймыз. Экономика дейтін сабақ, жалпы қызық сабақ. Негізінде өмірлік сабақ деп те айта аламыз. Айтып жатырмыз, бұл қолданбалы ғылым. Бүгін алып, ертең өмірде қолдана берсеңіздер болады. Ол жаңағы физиканың заңдылықтары сияқты, химияның заңдылықтары сияқты жай біліп жүретін, кейбір уақыттарда ол физиканың заңдылығы екен ғой дейтін емес. Экономика ол біздің күнделікті өмірімізге қатысты сабақ. Сондықтан да бұл пәннің өзектілігі өте жоғары. Мен ойлаймын, сіздерге қызықты болып жатыр деп. Өткенде тыңдап жүрген азаматтар қызық болды деген азаматтар бір қол көтеріп жіберсін. Ай, рахмет. Сіздердің тыңдау қабілеттеріңіз болса, егер сіздер қызығып тыңдасаңыздар, мен де тосылып қалмайын. Мен де шабытым ашылып, сіздерге көбірек жеткізіп айтсам екен деп, одан ары қуат аламын. Сондықтан да тыңдаушысыз болған ол ең жаман нәрсе. Сондықтан алдында да жігіттер айтатын, мәке, сіз неге айтпайсыз экономиканы? Сіздер сұрақ қоймайсыздар ғой деймін ғой. Сіздер сұрақ қойсаңыздар, мен жауап берейін. Әйтпесе ол керек емес те болуы мүмкін ғой. Біреуге керек емес. Сондықтан өздеріңіз осылай бастама жасап, кішкене болса да 10-15 минут уақытыңыздарына бөлісіп жүріңіз деп ұйымдастырып жатқандарыңызға алғысымды айтқым келеді. Өткен жолы біз кәсіпкерлік негіздері туралы айттық. Кәсіпкерлік дегеніміз не? Кім анықтамасын айтып береді? Кімнің есінде қалды? Пайда табу мақсатындағы табыс табу мақсатындағы іскерлік қызмет. Бітті. Мақсат пайда табу, табыс табу. Егер де табыс табу ол жерде жоқ болса, ол қайырымдылық болады. Болды, басқа ештеңе емес. Сондықтан кәсіпкерлікпен айналысам десеңіздер, пайда табылу керек. Сол кезде сіз кәсіпкерсіз. Пайда жоқ па? Онда сіз өзіңізді өзіңіз жұмыспен қамтамасыз етіп жүрген адамсыз. Болмаса таза қайырымдылықпен айналысып жүрген жомарт адамсыз. Басқа ештеңе емес. Сондықтан мемлекет қызметіндегілер бәрі қайырымдылықпен айналысып жүр ма? Мемлекеттік қызметкерлер ол халыққа қызмет жасаушылар деп айтайықшы, халық қызметшілері. Болу керек, бірақ қазір уақытта ондай болмай жүр, өкінішке қарай. Сондай. Керісінше олар ойлайтын сияқты, халық бізге қызмет жасайды деп. Қазір бірақ негізінде көптеген ілімдерде айтады, мемлекеттік қызметші ол халық қызметшісі. Ол бүгінгі таңда сондай болу керек. Халқын ойлайтын, еліне жаны ашитын азаматтар, онсыз да ол мемлекеттік қызметке барса, халқына қызмет жасайды. Бірақ бәріне топырақ шашып кетемейді. Ауылдың әкімдері мысалға айлықтары 300 мың теңге, бірақ соған қарамай бүкіл ауылдағы жауапкершілікті өзінің мойнына алып, өзі соның ішіне араласып, ақсақалда ақылдасымен ақылдасып, жақсы жасап, жұмыс жасап жүрген әкімдер де бар. Бірақ олар санаулы, өкінішке қарай. Бірақ солардың қатарын көтеру керек біз, және оларға лайықты айлықты тағайындау керек деп ойлаймын. Бұл екінші мәселе. Енді кәсіпкерліктің түрлерін айтқанбыз өткенде. Кімнің есінде? 4 түрі бар дедік. Консалтинг, кеңес беру, өндірістік, коммерция, саттыңыз, алдыңыз, венчурлық ол жалпы. Негізгі 4 түр. Өндірістік, коммерциялық, консалтингтік және қаржылық. Қаржылық кәсіпкерлікке мысал ретінде обменниктер, эксченж пункттар, банктер, солар жатсаңыз. Ол да кәсіптің бір түрі. Олар да табыс табады, қор биржасы мысалға. Енді соның ішіне біз кәсіпкерлікті талдай келе, өткенде франчайзинг деген кәсіпкерлікті айттық. Франчайзинг дегенде 3 тарап болады. Негізінен ол жаңағы франчайзер, ол жаңағы брендке құқық беретін адам. Франчайзи деген бар, ол қабылдайтын адам. Және франшиза деген, ол нақты екеуінің арасында жасалынатын келісімді айтамыз. Ал бүгінгі таңда, егер де сіз өзіңіз бір кәсіпті жаңадан бастап, соны құру, бір өнімді шығару қиынға соғуы мүмкін. Ал әлемдегі танымал брендті алып келіп, осы жерде сол өндірісін қоямын десеңіз, ол оңайырақ түседі. Әлдеқайда жеңілірек түседі.
және де сіз елге де пайдаңызды келтіресіз, елге инвестиция алып келдіңіз, және де осы жердегі азаматтар жұмыспен қамтамасыз етіп жатсыз, мемлекетке салығыңызды төлеп жатсыз, өзіңіз пайда тауып жатсыз. Сондықтан егер барлық жаққа ол тиімді болса, ондай кәсіптен бас тартудың қажеттілігі жоқ. Қайта керісінше ол да елге пайда келтіретін кәсіптердің бір түрі. Жай ғана бір жақтан сатып алып келіп сатқаннан көрі, жаңағыдай франчайзинг алып келсеңіз, ол пайдалырақ дүние, әлдеқайда. Екінші, тағы да бір бизнестің түріне тоқталатын болғанбыз, ол венчурлық бизнес. Венчур бизнес дейді. Бұл туралы бүгін айтамын деп айтқам сіздерге. Венчур деген сөз, ағылшын тілінен аударылған кезде тәуекелі жоғары деп аударылады. Қазақша айтқанда нар тәуекел. Тәуекелі жоғары кәсіптің түрі. Неге тәуекелі жоғары? Себебі ол инновациямен байланысты, жаңашылдықпен байланысты. Бұрын нарықта жоқ бір өнімді ұсынып алып келу нарыққа. Сол венчурлық бизнес арқылы жүреді екен. Бірінші венчурлық қор құрылады. Ол жерге бизнес ангелдар дейді, бизнес періштелер бар. Олар өздерінің ақшаларын салады сол жерге. Сосын сол жердегі қордағы ақшаны жаңағы әртүрлі стартап дейді, жаңадан жүзеге асып жатқан жобаларға соны қаржылы ретінде құяды. Сосын сол жобалардың ішінен бесеуінің ішінде біреусі әлемдік тәжірибе бойынша 5 жобаның біреусі атып шығады. 4-еуі банкрот болады. Бірақ анау атып шыққан жоба өте көп пайдаға алып келеді. Өте үлкен табысқа алып келеді. Венчур бизнестің туған жері ол Америка. Американың Силиконовая долина деген бар, Силикон аңғары, біреулер Кремниевая долина дейді. Сол жерде венчурлық қаржыландыру туған. Сол жерде бүгінгі таңда бүкіл әлемге танымал Apple компаниясы, Intel компаниясы, Cisco компаниясы, Xerox компаниясы барлығы сол жерде пайда болып әлемдік дәрежеге жеткен. Microsoft та сонда шыққан. Алғашқы қаржыландыру мен негіздеу сол жерде жүзеге асқан. Сондықтан басында біз айтамыз ғой, Стив Джобстың киноларын көрсеңіз, анау жаңағы гаражда отырып, сол жерде бастаған деп қасында Стив Вайзняк бар, екеуі бірігіп, бірге бизнесті бастаған. Әдетте қарасаңыздар, мықты бизнестердің барлығы екі достың арасында құрылады да. Бірақ біреуі соңында ие болып қалады соған. Өйткені бәрі бөлісу керек болады. Әбден өскен кезде екеуінің біреусі ақырындап өзінің үлесін алып шыға беру керек та, ұрысып қалмас үшін. Әйтпесе жаңағы Фейсбуктағыдай уақиға болады араларында. Сондықтан адам жалғыз өзі көп дүниені керемет идеясы күшті болса да жүзеге асыра алмайды. Ал венчур бизнесте өзі солай. Бір адам идеяны құрады, ал бір адам ақша тартып алып келеді. Сөйтіп ол басталады. Сонда венчур бизнес деген бір өнертапқыш біреу болады. Ол сонымен айналысады. Ол сонымен айналысу керек, өйткені ол идеяға тұнған адам да. Ал енді біреуі бар, коммуникацияға жақсы адамдармен қарым-қатынас орнатады, ақша тартады. Байланыс алып келеді, инвестиция алып келеді. Сөйтіп бизнес жүреді ғой. Сөйтіп бизнес жүреді. Сондықтан көбінесе енді достардың арасында бизнес бастап кету мәселесінде кәсіпкер азаматтардың тәжірибесінде былай деп айтады. Негізінде қатты жан жолдастармен бизнес бастамаған дұрыс дейді. Көп жағдайда. Енді Қазақстан жағдайында ұрысып қалу мүмкін несі көп өте жоғары дейді. Оданша осылай жүріп коммуникация дейді, жаңа адамдармен танысып келіп, жаңадан танысқан адаммен ал кеттік деп қол алысып бастап кеткен жақсы дейді. Сонда олардың арасынан партнерлар болады және өмірлік дос болып кетуі мүмкін дейді. Ол жерде көбірек жаңағы не бар дейді, импульс. Енді әр кезде әрқалай, бірақ көбінесе заңдылық осылай жүзеге асады дейді. Енді қараңыздар, жаңағы венчурлық қаржыландыру өткен ғасырдың 50-ші жылдары пайда болған Америкада. 70-ші жылдарда ол Европаға келді. Европада да осындай венчурлық қаржыландыру қорлар құрылып жүзеге асқан. Бірақ Қазақстанға ол 90-ші жылдардан кейін келе бастаған. 2000-ші жылдарда бізде венчурлық қорлар құрылған. Алғашқы венчурлық қорлардың атауларын есімде менің 2000-ші жылдарда Centris венчурлық қоры, Advent венчурлық қоры, Glatur Technology қор, Venture Capital Алматы деген сондай бірнеше қорлар құрылған. Және де ол қорлардың бәрі ұлттық инновациялық қор деген болды, бірінші соның қарамағында құрылды. Ұлттық инновациялық қор деп. Ол қорға мемлекеттік бюджеттен де өте көп қыруар ақша салынған. Сосын 2000-ші жылдарда, сол 2003 жылы Иманғали Тасмағамбетов премьер болып тұрған кезде 2003-2015 жылға арналған индустриялық инновациялық даму стратегиясы қабылданған. Сол стратегияның аясында қыруар қаражат бөлініп, Алматы қаласының тұсынан Алатау IT City дейтін үлкен қалашық салына бастаған. Және де 2006 жылы біз студентпіз, ол кезде барғанбыз сол танысуға, сол аймақпен.
Сосын сол жерде үлкен презентациясын жасайды. 2015 жылы бұл жерде 10 мың тұрғын тұратын, бұл ақылды қала болады. Бұл жерде 2 университет болады. Бұл жерде өзінің балабақшасы болады. Кәдімгідей сіз келесіз, перделер ашылады, свет жағылады, газ қойылады, тамағыңыз үйде дайын тұрады. Сіз таңертеңгісін тұрасыз, көліңіз дайын тұрады жаңағы қосылып. Сондай бұл қала болады деп біз деген не деген Қазақстан деп қайтқанбыз. Бірақ өкінішке қарай 2015 жыл міне өтіп кеткеніне 10 жыл болып, бірақ ондай қала әлі ол жерде түзілген жоқ. Енді егер қазір байқап отырсаңыздар, Қапшағай менен Қонаев қаласы мен Алматы қаласының ортасында спутник қаласы аламыз деп отыр. Онда атын Алатау деп қоямыз деп отыр. Енді ол да тура сондай бір жоба болып қалмаса екен деген бір не бар. Бізде енді өкінішке қарай мемлекет тарапынан бір жақсы жұмыс жасаймын десе, ақша бөлдірту үшін сондай бір жобалар жасайды да, сосын ортада сол ақшаны жеп кететіндер бар. Өкінішті. Сондықтан да біз сергек болу керекпіз, халық ояу болу керек. Ондай нәрсеге ақша бөлініп жатыр ма, біз талап қою керекпіз. Сол кезде меніңше қоғамдық талап болған кезде ұрлау да болмайды, және де жаңағындай қателіктер, ұрлап бара жатқан адамдарды әшкерелеу, ұстау мәселелері орын алады, оларды жазалау деген. Халық талап етсе, үкімет оны алысқа апармайды, жазалайды. Сондықтан жаңа құрылған венчурлық қорлар бүгінде жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Сонда не бізде ол қандай дүние пайда болды? Бізде венчурлық бизнес бар ма деген сұрақ туындады. Ал енді Қазақстанда қазір жоқтың қасы өкінішке қарай. Венчурлық бизнес және венчур қаржыландырумен жүзеге асты. Бірақ бізде қызық проектілер пайда болып жатыр. Мысалға мен қазір соңғы жылда пайда болып жүрген жаңа пуст компаниясын соған жатқыза аламын. Өйткені жаңа технология мен IT жобамен ерекше пайда болды. Енді іске сәт деп айтқым келеді да. Сондай жобалар, сондай компаниялар бізде құрылу керек. Каспий ол да жатады сондай инновацияға. Өйткені ол қазір әлемде жоқ, бір аналогы жоқ, өзінше бір жаңағы жай банк қана емес, ол үлкен экожүйе болды, экосистема дейді ғой. Өзінің маркетплейсы бар, өзінің әр банктық қызметтері бар. Адамдардың жаңа мемлекеттік қызметті де жасай береді керек десең, барлық қызметтің түрін тағы бізде не керек деген сұрақта болып қояды. Мысалға осындай жобалардың болғаны бізде бір үміт пайда болды. Ол якорлық жоба дейді, жаңағы якор сияқты артынан тарталады дейді да өзге де компаниялар. Және де әлемдік сарапшылар, әлемдік қаржы саласының сарапшылары былай деп айтады. Сіздерде Каспий сияқты компания ол бос жерде пайда болмайды дейді. Ол белгілі бір бәсекеден пайда болады. Ол деген сөз сол сіздерде Қазақстан сондай білікті мамандар бар деген сөз дейді. Және де сондай бір білікті мамандардың құрылуыменен сондай компания дүниеге келді. Және де біздің назарымыз түспей тұрған, және сіздер өздеріңіз бағаламай тұрған, әлде де көзге көрінбей тұрған Қазақстанда компаниялар бар дейді. Енді олар атып шығу керек дейді артынан. Оған не аз ғана уақыттар қалуы мүмкін. Және де сондай компанияның құрушыларының бірі біздің арамызда да отыруы мүмкін. Біздің арамызда отыр деп те айтуға болады. Сену керек біз тек қана. Соны жасай аламыз деп. Өйткені Абай атамыз айтқан, адамның жасағанын адам жасай алады. Ең қоғамға, елге пайда келтіретін жоба болса, ол өндірістік жоба және инновациялық жоба. Жаңашылдықпен келген жоба. Сіздің кәсібіңіз көпшілік жасап жатқан кәсіптің бір түрі болса, онда сіз көп табысқа кенеле алмайсыз. Сіз бәсекелестіктің арасында тіпті жұтылып та кетуіңіз мүмкін. Сондықтан бұл жердегі негізгі мәселе, сіз инновациялық жоба жасаңыз. Сіз ерекше өнім жасаңыз. Сіз ерекше қызмет ұсыныңыз. Бұрын басқалар жасамай жүрген нәрсені көрдіңіз ба, неге былай болып жүр, неге былай болып жүр деп біреуден айтқанша осылай болса екен деп, оны мен жасайын деп шығыңыз. Сол кезде сіз қоғамға өзгеріс әкелесіз. Қазақстан қоғамының сапалы болуына, сапалы қызметтердің пайда болуына үлес қосасыз. Жаңағы өткен жолда сабақтарда айтқан көк мұхит стратегиясын құрудың бірден бір негізі осы. Ол ерекше ойлаудан шығар. Және де өзіңіздің қасыңызда, командаңызда жүрген адамдарды көбірек тыңдаңыз. Көбірек сөйлетіңіз. Әсіресе сөйлемей жүрген адамдарды көбірек сөйлетіңіз. Өйткені сөйлемейтін жүрген адамдарда басқа қасиеттері жақсы. Олар көшбасшылық жасап, бірдеңені ұйымдастырып кетуден сәл қабілеттері аздау болуы мүмкін. Бірақ жақсы идея қосылады солар. Жақсы бағыт-бағдар беріледі солар. Сондықтан қарамағындағы адамдарды тыңдаңыз. Олардың ішінен өте керемет идея айтатын адамдар шығуы мүмкін. Бір уақыт болып әркіммен сөйлесіп тұрыңыз. Мынандай идея бар, не істейміз деп. Жақсы идеялар топ-топ кете алады. Дәл осыны кайзен системасында осы ғой. Біз қазір фирмаға кайзен жүйесін енгіздік. Кайзен жүйесі ол жай даму ғой фирмада. Мәселен, бізде күнделікті 5 минуттық жиын болады да.
әр біздің құрылтайшылар болсын, жаңағы жұмысшылар болсын, уборщица болсын, бәрі қатысып, әркім фирмадағы болып жатқан жағдайда бір ауыздан өзінің ұсыныстарын білдіреді. Біз сол арқылы не істедік? Бізде небір қабілетті жұмысшылар сол кезде анықтадық қой. Алдында біз тыңдамайдық, тек қана біздің айтқанымыз болады. Бастықшы ғана айтатын болады. А қазір бәрі бірдей өзінің ойын айтады да. И сол кезде кімдер қандай қабілет бар екенін түсініп, қазір уже жайлап көтеріп жатырмын. Міне сол жүйе ғой жаңа айтып жатқан Мәке. Яй группта да сол система. Сонымен уақыт болған сияқты, иә? Уақытымыз болған сияқты. Онда осы саламыз бүгін тәмам. Онда келесімде жолыққанша күндеріңіз сәтті өтсін. Жұмада Ой, жасасын мақсат! ертең 10-шы сабақ тыңдауға дайын болыңыздар және жаңағы айтқанымдай видеоға келіп тегін сабақ тыңдап ұйықтарыңызды айтыңыздар. Келесі жүздескенше.